Жалпы кішігірім сіздерге анатомиялық бір кіріспе ретінде айтып кетейін. Себебі бізде анатомия бойынша бірінші бізде ми бөліктері ғой. Көбінесе біз осы череппен жұмыс жасағаннан кейін осы бөліктердің зақымдалуынан болатын процестер, яғни неврологиялық бұзылыстар. Мидың өзі екі бөліктен тұрады, бет бөлімі және де ми сауыты болып. Мидың өзі шүйде, самай, мишық, соқпақша ми болып бөлінеді. Әр мидың өзінің атқаратын қызметі, яғни мидың сөйлеуіне, жүруіне, тұруына, қабылдауына әсеретін барлығы осы ми бөлімдері. Сіз череппен жұмыс жасай отырып, мидың бөліктеріндегі бұзылыстарды жақсарта отырып, зат алмасу процесін жақсарта отырып, баладағы нәтижесін 5 күнде немесе 2-ші курстан нәтижесін көресіздер. Себебі барлық бұзылыстар баладағы туылған кездегі жарақаттан бастап үлкенге дейінгі бұзылыстардың барлығы осы бас бөлімінен, ми бөліктерінен. Себебі қазір бізде көп бұзылыстарды сіз бас бөліктен бастамасаңыз нәтижесін көрмейсіздер. Себебі біздегі бүкіл бұзылыстардың себеп салдары көбінесе осы ми бөліктерінен болып табылады. Және де ми бөліктерімен жұмыс жасап болғаннан кейін бізде лобный кость бар, затылычный костьпен өте көп жұмыс жасаймыз біз. Затылычный костьті босатқаннан кейін бүкіл омыртқаңыздағы асимметрияңыз бар ма, аяққа дейінгі сүйектердің барлығы қалыпқа келеді бір сеанстан. Осының барлығын сабақ барысында асимметрияны немесе осы мидың бұзылыстары, бұлшықеттердің тонустарынан сіз осы техникаларды көре жата отырып нәтижесін байқайсыздар. Және де бізде осы омыртқамен біз көбінесе жұмыс жасайтын сүйекпен жұмыс деп ойлайды. Негізінде сүйекпен де бұлшықетпен де жұмыс жасайды остеопатия. Себебі біздегі бұлшықеттердің спазмдары осы сүйектің сыртында қаптап тұрғандықтан біздегі бұлшықет спазм болатын болса, даже сүйектің өзін қисайтып жүруге дейін алып келеді күші. Ал енді бізде келесі құйымшақпен миды мен айтайыншы сіздерге, көбінесе осы құйымшақпен бас бөлігі қалыпты жағдайда демалып тұрады көбінде, бірақ маған келіп шыққан пациенттердің көбісінде басы өте қатты, құйымшақпен череп демалып тұрған байқамаймын. Себебі барлығында қазір бұзылысы бар балалар үлкен кісілердің өзінде де ми қалыпты жағдайда демалып тұрған жоқ. Себебі бізде сколиоз, омыртқаның қисықтығы, грыжа, протрузия, симфизит, осы бұзылыстың барлығын сіз остеопатия бойынша череппен құйымшақты босату арқылы қалыпқа келтіресіз. Симфизиттің өзін череппен құйымшақты дірілдету арқылы және де осы мидың сыртында қаптап тұратын мозговой оболочка бар. Сол оболочканың ішінде тікелей атлантпен бірге осы омыртқада дуральный ликер болады, яғни ликер сұйықтығы өтетін. Сол ликер сұйықтығы егер бізде зат алмасу процесі дұрыс болмайтын болса, спазм болса, немесе сүйектердің асимметриясы болса, қалыпты жағдайда череппен құйымшақтың арасына ликер сұйықтығы толық бармайды екен. Сол кезде біздегі жаңа баладағы жүруі, тұруы, аяқтың қолы кет қалуы деген сияқты, және де вальгус, варус, О-образныйдың барлығы және ДЦП балалардың өздері де осы зақымдаудан болады. Сол үшін сіздерге айтатын техника мен айтып өттім. Алдағы сабақтардан көре жатарсыздар. Осы техникаларды жасау барысында көбінесе затылычный костьпен, құйымшақпен жұмыс жасай отырып нәтижесін өздеріңіз көретін боласыздар.